Ассалаумағалейкум, баршаға. Бүгін бізде Нива Шевролет. Бізде Нива Шевролет артқа скоростьқа түспейді. Тіреліп қалады. Сіздерге көрсетейін деген неге түсті. Басылып барып түсу керек қой, жалпы негізі. Бірақ басылады, бірақ до конца басылмайды. Жаңа астын ашып, бетіне водосорық шашып не істеп едім. Астын шамалы босатқаннан кейін негізі түседі, бірақ до конца кетпей енді қайттан екілерін тартқаннан кейін қайттан түскен қалды. Осы да кімде де адамдарда болматса басып тұрсағының өзінде түспейді. Мұна аста кіру керек қой, жалпы негізі басылып барып, мұна аста кіру керек, бірақ мен беттесіп тұрды, кірмейді, артқа түспейді. Енді астын ашып қараймыз, қалай болатын. Сосын сіздерге тағы да түсіндіре кетемін. Жақсы, жалғасын көреміз. Так, бізде жаңа видеоның жалғасы Нива Шевролет кулисасы. Біздер жаңа жоғардан скорості түспейді, заднияға астыңға крышканы ашып қарасақ, дейтін топырақпен бітіп қалған ғой. Мына пружинда көңі түсіп қалды топырақ қой, не келер. Балшықтар, ана жатқан балшықтардың бәрі осының ішіне түскен. Енді осыны тазалап, осылай салып қараймыз. Енді ана кулисадан полностью түсірмей ақ. Бұлай енді топырақпен бітіп қалған болып тұр ғой. Сол. Енді қазір тағы да жалғастырамыз. Ішін қазір водосорықпен шашып қойды. Осы ішін тазалап, балшықтардың бәрін тазалап қайтып салып қойып, адам бәрін түсіргенде қыруар уақыт кетеді. Егер де осыдан жүзеге асып кетсе, сіздерге айтатын боламын. Жақсы, рахмет. 2-3 бұтпен тұрады, 10. Мә, 10. Аның бәрін ағатан бөлігім, онымен ағату. Бәрі таттанып, не істеп атқасын, білшімді оңайын қарап алайын деп атқаным ғой. Жақсы, рахмет. Так, бізде жаңа кулисаның, Нива Шевролеттің кулисасын арғай видеоны жалғастырамыз. Енді жаңаға түспей тұреді, енді қазір есіме шығып кетті, жаппай тұрып түсіріп алайын деп жатқан, бірақ айырмашылық жоқ. Мынаны бағана мен мойнынан шығара алмай, мынаның ішінде резин ғой, туғы қолдан сусып кете береді. Сосын мынандай оңандық кілт тағып, осымен шығарып алдым. Егер де көмегі тиіп жатса, сіздерде сөйтсеңіздер де болады. Так, енді ары қарай деген жаңа астындағы крышкасын, 3 болтпен бекітілетін крышканы ашып, ішін тазалап, ана жоғарыдағы ана несі бар ғой, жұмыр ішіне кіріп тұратын скоростың ішінде ана неге соның ішін майлап жіберсеңіздер жақсы болады. Сосын астына прокладкасын ойып қайттан орнаттық. Жақсы, қазір түсуі спокойно түсіп тұр. Ішінен қыздырып та көрсетейін. Жақсы, көп қиналмай, сол астыңға крышканы ашып, ішін тазалап жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді деген ой ғой. Жақсы, мотивация ризамын, баршаңызға сәттілік. Рахмет, істеріңіз оңды болсын.